Bismillahirrahmanirrahim. 11-ci sabaq cəzm deyil. Alında тұрған әріптер өзіне байланыстырып тоқтап оқылады. Ən, ləm, qul, hum, min, in, iz, an, lakum, lahum, antum, fahum, kayfa, kay deb to'xtaymiz. Yawma, qabla, ba'da, anzala, arsala, anzara, akhraja, kuntum, nahnu, na'budu, kayduhum, lam yalid, wa lam yakun, istakbara, ara'ayta. Және де соңында біз мүминдер үшін шипа және рахмет болған Құран аяттарынан түсірдік. Бірақ бұл аяттар кәпірлерге тек зиянды арттырады деп айтылған екен Исра сүресінің 82-ші аятында. Бисмиллахиррахманиррахим. 12-ші сабақ жаттығулар дейді. Байна, райба, хамду, яуми, алейхим, غيري غيبي قبلك أنزل إليه مفلح ينفق أنذرت لم تنذر استوقد أنفسهم يشعر يخدع يكذب يبصر يعلم مصلح معكم ربحت مثلهم مفسد кәмәсәли тәракахум. Және соңында Құранды оқығанда қиналған адам 2 сауап алады деп керемет Сахих Бухаридан кейін хадисті айтып кетіпті. Бисмиллахиррахманиррахим. 13-ші сабақ әріптердің созылып оқылуы дейді. Ә, и, у, бә, би, бу, тә, ти, ту, ثاسيسو جاجيجو حاحيحو خاخيخو داديدو زازيزو راريرو زازيزو ساسيسو شاشيشو صوصيسو دوديدو طوطيتو زوزيزو ععيعو غاغيغو فافيفو قاقيقو كاكيكو لالينو ماميمو نانينو واويئو حاهيهو яию. Және соңында керемет Құран айет жазылыпты. Және соңында кім-кім Құран оқып артынан дұға ететін болса, 4000 періште жасаған дұғасына әмин дейді. Бисмиллахиррахманиррахим. 14-ші сабақ харф мәттен. Алиф әрекесіз келсе өзінің алдында келген әріп жуан болса а дыбысымен, жіңішке болса ә дыбысымен созылып оқылады. Мысалы, я, ма, ла, иза, дама, рома, қола, кана, зада, наро, арода, мадама, китабу, عالم يكاد عذاب عبادي مالك صادق كافر سبحان علينا اهدنا رزقنا أصحاب أبصار بما أنزل وما هم
Және соңында Сахих Муслимден келген хадисте бір топ жамағат Аллахтың үйіне, мешітке жиналып, Аллахтың кітабы Құранды оқып, өз араларында сабақ өтсе, оларға Аллахтың рахметі мен мейірімі түседі деп айтылған екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 15-ші сабақ. Харф мәттен я харекетсіз келсе, өзінің алдында келген әріп и дыбысымен созылып оқылады. Мысалы міне: и, ли, фи, зи, аби, ахи, дини, бани, дину, алиму, рахиму, азиму, қила, ятима, хифата, خليفة قدير عليم سميع بصير عالمين صادقين فاسقين كافرين أبابيل إبليس مسكين إسرائيل. Және соңында керемет Тирмизиден жеткен хадисте кеудесінде Құраннан бір әріп немесе бір аят болмаған адам қаңырап бос тұрған үй секілді деген екен.